Рабиға Сыздық сөз сазы, яғни сөзді дұрыс айту, дыбыстау заңдылықтары жөнінде. Сөз сазы дегеніміз сөйлеу үстінде сөздердің дұрыс айтылып, құлаққа жағымды естілуі. Ал сөздерді дұрыс айту дегеніміз тілдің табиғи дыбыс заңдылықтарын сақтау болып табылады. Соңғы орфографиялық нормалар деп отырғанымыз жоғарыда айтылған сөз сазы деген ұғымға қатысты. Бұл нормалардың барлығының да тіл үшін бір-бірінен артық кемі жоқ, маңызы бірдей. Сауатты мәдениетті адам үшін дұрыс сөйлеп, қатесіз жазу қандай міндет болса, сөздерді дұрыс айтуы, дыбыстауы сондай шарт. Бұл нормаларды берік сақтап, іс жүзінде ұстана білу тіл мәдениеті деген үлкен бір әлеуметтік мәні бар құбылысқа талапқа барып тіреледі. Осыдан барып, тіл мәдениеті дегеннің ішінен ауызша сөйлеу мәдениеті деген саланы бөліп әңгіме етуге болады.